назар аударыңыз. Сәлем құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Курс қызы мәліметінше күндізгі сауда-саттық мәліметіне қарағанда доллар құны 0,95 теңгеге төмендеп, 1 доллар 453,93 теңге болды. Айта кетейік, Ұлттық банктың 26 сәуірдегі ресми бағамы 1 доллар үшін 455,04 теңге. Алматыдағы ақша айырбастау пункттерінде доллар 452 теңгеден сатылып жатыр. Сатып алу 455 теңге. Ал Астана қаласы бойынша сату бағамы 452,5 теңге. Сатып алу 454,5 теңге. Алматыда Ресей рублі 5,4-5,6 теңге. Астанада 5,45-5,55 теңге аралығында ұсынылуда. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.